Балалар, бүгін сабағымыз 71-ші сабақ. Сөз құрамы түбір және қосымша дейді. Түбір мен қосымшаны ажырата аламын. Тақырып бойынша мәтін мазмұн бойынша болжай аламын дейді балалар. 27-ші атту суреттерге қара дейді. Палуан, палуандар. Палуан деген бір адам, я? Палуандар деген көп адамды айтамыз, я? 2, 3, 4, 5 адам, я? Одан көп. Шаңғы, шаңғышы. Бұл жерде шаңғыны айтып тұр, ал шаңғышы деп шаңғыны теуіп жүретін адамды айтып тұр, иә? Түбір және қосымшаның өзгешелігін тауып көр дейді. Түбір сөздерінің мағына бар ма дейді, түбірде дейді. Қосымшада шы дейді. Содан соң өзің қорытынды жаса. Өз қорытындыны төмендегі мәліметпен салыстыр дейді. Балалар, қараңыз, мына жерде сөздің одан ары бөлінбейтін мағыналы бөлігі түбір немесе түбір сөз дейді. Дәптер, жыл, спорт, палуан. Сөздің түбірге жалғанған бөлігі қосымша дейді. Дәптері, мына жер дар, дар деген, иә? Түбір белгілі бір мағына береді, иә? Ал қосымша ешқандай мағына бермейді екен, иә? Міне қараңыздар, балалар, мына жерде түбірі палуан деп тұр, ал қосымшасы палуандар деп тұр. Мысалы, дар деген сөзді айтатын болсақ, белгілі бір мағына беріп тұр ма? Әрине жоқ. Түбір сөз мағына береді екен де, бір мағынаны. Палуан, шаңғы, иә? Ш деген қосымша ешқандай мағына бермейді екен, иә? Біздің түсінгеніміз түбір сөз бір белгілі бір мағына береді екен де, ал қосымша сөз ешқандай мағына бермейді екен. Соны сақтап алыңыздар. Енді балалар, 28-ші сабақ, 28-ші атту тақырып бойынша мәтіннің не туралы екенін болжа. Мәтінді тыңда дейді. Шаңғы жарысында дейді. Ертең жарыс болады. Келесі күнді жарысқа қатысатындарды сапқа тұрғызған мұғалім. Бүгін жарыста сендерден жаңа рекорд күтеміз дейді. Жарыс басталды. Тәуке бірден алға түсті, бірақ орта жолда Ержан Тәукені қуып жетіп қалды. Тәуке де алға ентелеп таяқты ышқына сілтейді, бірақ Ержан сонда да қалысатын емес. Тәукенің қасына зу етіп өте шықты. Ол алдағы Тәуке жотасының орттан беліне жетті. Әрқарай тырмысып өрлей бастады. Бір кезде Тәуке де тау жотасына іліккенде еді, бірақ өзін әлсіреп қалған енді айқын сезді. Көз алдында рекорд деп шулаған балалар елестейді. Мәтін не туралы айтылған? Балалар, шаңғы жарысындағы рекорд туралы, иә? Мәтін өзін әрі қарай жалғастыр дейді. Балалар, мәтінді былай жалғастырсақ болады, иә? Тәуке бар күшін салып, мәреге қарай ұмтылды. Мәре сызығын алғашқы болып Тәуке кесіп өтті. Осылайша Тәуке жаңа рекордты орнатты деп естіп жалғастырсақ болады екен, иә? Мәтіннің қарамен жазған сөздердің түбірін және қосымшасын ажырат. Сол өз сөздерді көшіріп жаз. Балалар, қараңыздар, мына жерде жарысқа Тәукенің деп тұр, иә? Жарыс деген бізде түбір екен, қа деген қосымша екен. Тәуке деген түбір, ні деген қосымша. Тәуке деген түбір, нін деген қосымша екен, иә? Естіп жазады екенбіз. 29-шы атту. Балалар, мына жерде 29-шы атту өлеңді жатқа жаз дейді. Зуылдайды зырқырап, маңдайдан тер бұрқырап. Шаңғын асар шаршамай, бір қыраттан бір қырат дейді. Балалар, зуылдайды зырқырап, маңдайдан тер бұрқырап. Шаңғын асар шаршамай, бір қыраттан бір қырат дейді. Балалар, бұл жерде қарамен жазылған сөздер маңдайдан, шаңғым, қыраттан деген сөздер, иә? Осы қарамен жазылған сөздерді түбірі қайсысы, қосымшасы қайсы екен ажырататын боламыз, иә? Міне балалар, маңдайдан дегендегі маңдай түбір, дан деген қосымша екен. Шаңғы деген түбір, м деген қосымша екен, иә? Қырат дегенде қырат түбір, тан деген қосымша екен, иә?
Ары қарай балалар 30-шы жаттығу тәжірибе жаса дейді. Орманшы сөзінің негізгі бөлігін қағазбен жап. Жабылмай қалған бөлігін оқып көріп. Қалай ойлайсың, бұл бөліктің жеке тұрғанда мағынасы бола ма? Зерттеу барысында сөздің түбі бір болатынынан, ол сөздің мағынасы сақтап тұратынына көзіңді жеткіз. Қосымшаның жеке тұрғанда мағына бермейтінін білдің дейді, иә? Бұл жерде балалар орманшы ш деген қосымша ш деп айтсақ, мысалы, не айтып жатқаныңызды білмейміз, иә? Сол кезде мағына ш ешқандай, иә? Орман ш деген кезде ғана бір белгілі мағына береді, иә? Ш деген кезде ешқандай мағына бермейді екен, иә? Қосымша сөз ешқандай мағына білдірмейді екен. Қосымша жеке тұрғанда ешбір мағына бере алмайды дейді. Келесі балалар 51-ші жаттығу хабарландыруды оқы дейді. Хабарландыру. Құрметті оқушылар, ертең 14 ақпан күні сағат 15:00-де мектептің акций залында қуыршақ театрының қойылымы болады. Көру тегін. Мектеп әкімшілігі дейді. Хабарландыру кімге арналған? Балалар, бұл жерде хабарландыру мектеп оқушыларына арналған екен, иә? Қараңыздар, балалар, бұл жерде мектеп оқушыларына арналған. Мына. Мектеп оқушыларына арналған. Хабарландыру не туралы жазылған? Қуыршақ театрының қойылымы болатыны жайлы туралы, иә? Қойылымның уақыты, орны нақты көрсетілген бе? Әрине, ертең 14 ақпан күні сағат 15:00-де мектептің акций залында болады деп тұр, иә? Хабарландыруды жазған кім? Хабарландыру жазған мектеп әкімшілігі екен. Балалар, бүгінгі сөзіміз, сабағымыз түсінікті сияқты. Бүгінгі сабағымызда қорытынды жасайтын болсақ, түбір және қосымшаны үйрендік. Түбір белгілі бір мағына білдіреді екен, ал қосымша болса ешқандай мағына білдірмейді екен, иә? Өзі тұрғанда. Осы сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.